мен қорыс пісірген жатырмын. Міне қазір мен 2 жұмыртқа алып, екі жұмыртқаға бір ас қасықпен тол емес қанық, бір чүмчім тұз, енді осы араластырып аламын жақсылап. Жақсылап араластырдық. Енді Онда мен граммен есептемеймін, мен қазір қанша жұмыртқа мына онда алып, шетіне салып араластырып отырып көреміз. Ұнымыздан да кішкене сеуіп аламыз. Әлі жұмсақ, мен тағы да оны себем. Міне нанымызды елеп, енді бір 10-15 минутке бетіне жауып, тындырып қойып қоямыз нанымызды. Міне нанымыз тынды. Енді қазір кішкене ұнымызды сеуіп, нанымызды жая беруге болады қазір. Мен жұқалап жайып алдым. Енді қазір кесеміз. Мен қазір бір веер сияқты форма жасайым. Тағы да кішкене бір рет жайып жіберейін. Мына осы міне бөлім міне 2 болды, сонда 3 неміз шықты. Енді қараңыздар. Наны бүйтіп бүктеймін. Енді мына бүктеген жағымыздан кесеміз. Міне енді бүйтіп ашамыз.
Міне, қараңыздар. Енді мына ұшын, бір ұшын әкеп, мына бүйтіп жабыстырамыз. Енді мына ұшында әкеп жабыстырамыз. Міне, мына жабыстырғаннан кейін мына қалған бұрышын тағы да әкеп ақырын жабыстырамыз. Міне. Енді мына ұшында әкеп жабыстырамыз. Міне сонда мынандай веер сияқты болып шықты, қараңыздар. Міне. Енді бүйтіп қоямыз да келесін. Бүктедік. Кестік. Міне сонда мынандай веер сияқты болды. Ұзынырақ, сондықтан мен бұны тағы да үшке емес, бұны мен төртеу жасадым. Şunu jabыстырдым. Қараңыздар, қандай әдемі. Міне құтырлаған нанымыз, яғни қорысты міне. Мен мынандай пісірдім. Түрлі-түрлі пісіреді ғой. Мынау да бір түрі. Веер сияқты столдың үстінде әдемі көрінеді. Қазір мен қант ұндағын, яғни сахарный пудраны, қант пудрасын сеуіп қояп.
Қараңыздар, қандай әдемі. Дастарханның сәнін келтіреді міне. Сондай әдемі. Сіздер де осылай жасаңыздар, жазылыңыздар, менімен бірге болыңыздар.